Армысың өнерлі шәкіртім, сіздермен бірге Гүлназ ұстаз. Мына алдымызда бізде нота тақтасы тұр. Бірінші астынан санағанда екінші сызыққа нүкте қоямыз. Осы нүктеден үшінші сызыққа қарай айналдырып төмен түсіреміз. Бұл бізде скрипка кілті. Бізде 7 нота бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Бізде до нотасы скрипка кілті бойынша бірінші сызықтың астында қосымша сызыққа орналасады. Міне, қосымша сызық сызылады. Осы қосымша сызықта бізде до нотасы орналасады. Екінші нота бірінші сызықтың астында орналасады. Бұл бізде ре нотасы. Бірінші сызықтың өзінде ми нотасы орналасады. Бірінші сызық пен екінші сызықтың арасында фа нотасы орналасады. Екінші сызықта жаңа айтқанымдай соль нотасы орналасады. 2 мен 3-тің арасына ля және үшінші сызықта бізде си нотасы орналасады. Осылайша бізде 7 нота тізбектеліп орналасады. Ойнамас бұрын біз бірінші саусақтарымызбен танысып алайық. Бас бармағымыз біздің бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ және кішкентай саусағымыз бұл бізде 5-ші саусақ болып саналады. Екінші ақ. Осы бізде до нотасы. Бірінші октаваның до нотасы. Екінші саусақпен бірінші жол қатарындағы екі ақтың екіншісін басамыз. До. Төртінші саусақпен үшінші жол қатарындағы үш ақтың ортасындағы ре. Екінші жол қатарындағы екі ақтың біріншісі ми. Фа үшінші жол қатарда төртінші саусақпен. Соль екінші жол қатарда үшінші саусақпен. Екінші саусақпен ля нотасы. Үшінші жол қатарындағы бірінші тұрған ақ бұл си нотасы. Және қайтадан біз до нотасына қайтып келдік. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Қайтамыз. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Келесі жаңа видеолар жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.